Роза Аманғалиқызы Бердіғалиева 1945 жылы 5 мамырда Ресейдің Астрахан облысы Володар ауданындағы Қараберек ауылында дүниеге келген. Балалық шағы кітап пен білімге құштарлықпен өтіп, бұл қасиет оның өмірлік жолын анықтады. Роза Аманғалиқызы 1963 жылы Алматы қаласындағы номері 66 мектепті бітіріп, Мәскеу мемлекеттік мәдениет институтына оқуға түседі. 1967 жылы аталған оқу орнының кітапхана факультетін тамамдап, сол жылы еңбек жолын Алматыдағы мемлекеттік республикалық балалар кітапханасында бастайды. Мұнда ол библиограф, кейін ғылыми әдістемелік бөлім меңгерушісі болып қызмет етеді. 1976 жылы Қазақстанда тұңғыш рет мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы құрылып, оның алғашқы директоры болып Роза Аманғалиқызы тағайындалады. Бұл кезеңде ол жас оқырмандарды кітапқа баулу, шығармашылық кештер өткізу, әдеби жобалар жасау ісінде жаңаша бағыт ұстанып, кітапхананы ел көлемінде танымал етеді. 1987 жылы Роза Бердіғалиева Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының бас директоры қызметіне кіріседі. Бұл қызметте ол 2003 жылға дейін 16 жыл бойы еңбек етті. Осы жылдар аралығында кітапхананың материалдық техникалық базасын жақсарту, халықаралық байланыстар орнату, сирек кітаптар қорын цифрландыру және автоматтандырылған кітапханалық жүйелерді енгізу бағытында ауқымды жұмыс атқарды. 2003 жылы Астана қаласында жаңадан ашылған ұлттық академиялық кітапхананың бас директоры қызметіне кірісіп, оны заманауи ақпарат орталығына айналдырды. Сонымен қатар Қазақстан кітапханалар қауымдастығының президенті, ТМД елдерінің кітапхана бірлестіктерімен ынтымақтастық орнатушы тұлға ретінде де танылды. Роза Аманғалиқызы Бердіғалиева Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер. 33 жасында Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ұлттық және республикалық мекемелерін басқарды. Қазақстан кітапхана қоғамының әлемге белгілі көшбасшысы. Жетістіктері: құрмет орденінің кавалері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Астананың 10 жылдығы медалімен, еңбек ері медалімен марапатталған, халықаралық халық шаруашылығы жетістіктер көрмесінің күміс медалімен марапатталған, Қазақстан Республикасының білім озаты, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің төс белгісімен марапатталған, Ресейдің Шолохов атындағы медалімен марапатталған. Халықаралық қызметі Азия және мұхит елдерінің кітапханалық қауымдастықтары мен мекемелерінің халықаралық федерациясы тұрақты аймақтық комитетінің мүшесі. 2003 жылдан ақпаратқа еркін қол жеткізу және сөз бостандығы жөніндегі комитетті мүшесі. 2007 жылы ИФЛА комитетіне кезекті сайланды. Түркі тілдес елдер кітапханалары бірлестігінің вице-президенті, Еуразиялық кітапханалар ассамблеясының сайланған президенті. Қазіргі ғылым, мәдениет, білім және бизнес әлеміндегі кітапханалар мен ақпараттық ресурстар халықаралық конференциясының ұйымдастыру комитетінің мүшесі. Қырым 2011 халықаралық конференциясының қадағалау кеңесінің мүшесі. Мәскеу 2007 жылғы Еуразиялық ақпараттық кітапханалық конгресті ұйымдастыру комитетінің мүшесі. ТМД-ға қатысушы мемлекеттер үшін жаңа үлгідегі кітапханалық кодекстің әзірлеушілер тобының мүшесі. Ол кітапхана саласындағы көптеген реформалар мен жобалардың авторы. Оның бастамасымен Қазақстанда алғаш рет автоматтандырылған ақпараттық жүйелер енгізіліп, кітапханалар халықаралық стандартқа сай жұмыс істей бастады. Сонымен қатар Роза Бердіғалиева Қазақстан кітапханашылар қауымдастығын басқарды. Халықаралық деңгейде еліміздің кітапхана саласын танытты. Жеке өмірінде Роза Аманғалиқызы асыл жар, мейірімді ана болды. Жолдасы Марат Рахымберліұлы Жұмабаевпен бірге 3 қыз тәрбиелеп өсірді. Отбасы оның рухани тірегі, ал кітапхана оның өмірлік миссиясы болды. Роза Бердіғалиева өз өмірін кітап пен оқырманға арнаған Қазақстан кітапхана ісінің шын мәніндегі майталманы. Оның өмір жолы жас мамандарға үлгі, мәдениетке сіңірген еңбегі халыққа аманат.